сәлеметсіздер ме YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда қазақ еліне Айсара рөлімен танылған қазақ елінің актрисасы Дариға Бадықова жөнінде ақпарат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Дариға Бадықова 1985 жылы 1 желтоқсанда Жамбыл облысы Мойынқұм ауылында дүниеге келген. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының музыкалық драма және режиссура мамандығы бойынша тәмамдаған. Бадықованың айтуынша, 5 жасынан бастап сахнаға шығып, өнерге келуге талпынған. Ата-анасы қарсы болса да, актриса болуды армандаған. Бала кезімде ән айтамын деп жүретін едім. Әке-шешем айтпа, қой ақша алма деп ұрсатын. Сондай шектеулер болды. Ал егер балада талант болса, оны тоқтатпау керек. Керісінше дамыту керек. Сонда саған жеңіс әкеледі. Егер дарыны жоқ болса, оны өнерге әкеліп сүйрелеудің керегі жоқ. Одан түк шықпайды. Өнер деген ауыр нәрсе. Ол бар болса, жарып шықпай қоймайды. Маған ата-анам ұрсушы еді, бірақ мен өзім қаладым. Жүргеновке келгенде бәріне дайын болып келдім десем де болады. Шыңдалған шағымда келдім. Не бар, бәріне дайынмын деп келдім, дейді Бадықова. Дариға ең алғаш 17-18 жасында ғашық болған. Алғашқы махаббаты жауапсыз болмағанымен баянсыз аяқталды. Мен кей қыздар құсап, біреуге ғашық болып, жастық құшақтап жылап көрмеппін. Жауапты махаббат болды. Мектепте де, оқу орнында да әлденеге ұрынып қалған кезім болған жоқ. Бәрін ақылмен шешемін. Өзімді мақтағандай боламын, бірақ от басып әлденеге өкінген кезім болған жоқ, деді ол. Актриса желіде отбасы туралы көп жазғанымен сұхбаттарында отбасы туралы ашық айтудан аулақ. Егер мен бір сұхбатта бәрін ақтарылып айта салсам, келесі жолы не айтамын? Отбасым, жолдасым туралы сұрайтындар көп. Оны көрсете салсам, ешкімге қызық болмайды ғой. Сондықтан тек естеліктер жазамын. Бәрін ашық айта бергім келмейді. Отбасы, ошақ қасы туралы сұхбаттасқым келмейді, деді. Бадықова ең алғаш әріптестерінің алдында қорланғанын айтады. Алайда бұл жайлы қазір айтуға дайын емеспін. Мен бұл тақырыпта кейін айтатын шығармын. Әлі дайын емеспін. Ауыр күйзелістен өттім. Ұжымның алдында қорландым. Қазір арасатын көріп жүрген әріптестерім бар. Сондықтан қазір айта алмаймын, деді актриса. Дариға Бадықова өмірден өткен әкесіне тек алғыс айтады. Бір ғана өкініші Асқар Тауының өзі күткен киносын көре алмай кеткені. Мен киноға түсіп жатқанда қаралы хабар келді. Әкем мезгілсіз кетті. 10 күннен кейін қайта келіп киноға түстім. Мезгілсіз махаббатты әкем күтіп жүрді. Ол кино күзде көрсетілетін болды. Әкем неге кешіп келеді екен деп өкінді. Асыққандай болды, бірақ көре алмай кетті. Сол бір өкініші. Әкем менің өнеріме риза болатын, шынайы ойнайсың деп айтатын. Мәтінді өзің шығарасың ба деп сұрайтын. Мен жазып береді десем сенбеуші еді. Мәтін өзімнің ойымнан туып жатқандай деп риза болатын. Өмірде сол адам секілдісің деп тәнті болды. Әкемнің ризалығын көрдім, бірақ өкінбеймін. Әкеме тек алғысымды айтамын. Қолымыз аузымызға жеткенде өмірден өтті. Сол үшін рахмет, ешқандай өкініш жоқ. Ол жақта да тыныш болса екен деймін, деді Дариға. Айтуынша өзі көп редактормен, визажисттермен сөзге келетін актриса. Егер ұнамай тұрса, бірден айтамын. Әркім өз ісінің маманы болу керек, дейді ол. Маған көп визажистер ұнамайды. Себебі түрімді жаман қылып жібереді. Мен егер өз маманы болмаса, бірден кете бер деймін. Жазамдылықты шек көремін. Редактордың айт деген сөзін айта салмаймын. Себебі сөздің өз жанымнан шыққаны жақсы. Сондықтан шынайы болады. Көбісі мені осыдан соң жұлдыз деп ойлайды. Мен жасанды емеспін. Біреуге ұнау үшін өтірік айта алмаймын. Өтірік мақтай алмаймын. Ұнамай тұрса, ұнамай тұр деп айта аламын, деді Бадықова. Дариға Бадықова бірнеше образымен көпке танылып келе жатқан актриса. Әсіресе Келінжан сериалындағы Айсара рөлімен етене таныс. Барынша шынайылықты қолдайтын актриса театр әртістеріне сенбейтінін айтады. Сондықтан болар театрға жиі бас сұқпаймын. Мен шынайылықты жақсы көремін. Ең алғаш Ақсарай театрында ойнадым.
Театр жабылған соң бірден киноға келдім. Кинода жолым болып кеткен соң театрға бармадым. Мүмкін өзімді таба алмай, жұмыс таппай жүрсем барар ма едім. Егер мен үшін арнайы рөл болса, шақырса баруға болады. Ал өзім театр әртістеріне сенбеймін, сендіре алмайды. Олардың ойнағаны жасанды көрінеді. Негізі оқыған актермен серіктес болған жеңіл. Ол саған жол беріп ойнайды. Себебі теорияны біледі, жүйені біледі. Кей сырттан келген өнерге қатысы жоқ актерлермен ойнаған тіпті қиын. Саған жол бермей қояды. Өзін ғана көрсеткісі келеді. Себебі білімсіздік. Оқыған актерлердің де тым жасанды сөйлеп, әдемі сөз оқып, лирикаға кетіп қалатын кезі болады. Ал оқымағаным болса да кей актер шынайы ойнайды. Ол жағын білемін, деді актриса. Болат Атабаевтың Ақсарай музыкалық театрының актрисасы, тұрмыс құрған жолдасы Мұсаев Дархан Әуезов театрының актері.